Ну, сегодня 100 лет со дня рождения генерала. Не знаю, как для кого, а для меня это очень важное мероприятие. Потому что, ну, не знаю, большую часть жизни я с ним прослужил, начиная с солдата до генерал-майора. Он для меня лично был пример поведения военнослужащего в этих условиях. Нөмір бірінші халық қаһарманы, тұңғыш қорғаныс министрі, Кеңес одағының батыры Сағадат Нұрмағанбетұлы. Егеменді еліміздің қарулы күштерінің іргесін қалап, төл әскерінің дамуына зор үлесін қосқан адам. Біз құрлық әскерлерінің әскери институт курсанттары осы атамыздың институтында оқып жатқанымызды мақтан тұтамыз. Сағадат есімі ол біздің мақтанышымыз. Ол кісінің өнегелі өмірі мен ерлік жолы Қазақстан Республикасының қарулы күштеріндегі әрбір әскери қызметшіге өшпес үлгі болатындығы сөзсіз.